Ассалаумағалейкум, сен біз жібермей тұрсың ғой, не себеп жібермей тұрғанды айтып түсіндірші маған. Әкім келіп жатыр сондықтан. Әкім, жақсы, әкімнің осы жол жабуға байланысты қандай құжаттар бар, протоколмен ба, немен жабылады? Сіз өзіңіз таныстырсаңызшы, мемлекеттік қызметкерсіз ғой. Аты жөніңіз, сіз мемлекеттік қызметкерсіз, аты жөніңізді таныстырыңыз маған. Жоқ, таныстырыңыз деймін. Жоқ, қалай таныстыра алмайсың сен? Жоқ, сен қазір қызмет атқару барысындасың ба, бауырым? Енді не себепті өзің таныстырмайсың? Сен мемлекеттік қызметкер екеніңді білесің ба? Маған құжаттарым, мен старшийға сен өзің бар шақырып кел онда. Старший деген сен ба? Ассалаумағалейкум, старший сен ба? Неге жолды жауап кедергі жасап отырсыздар халыққа? Не себепті? Себебі неде? Жоқ, сендер де жүрсіңдер ғой мына жерде. Жоқ, не себепті? Маған түсіндіріңдерші, мемлекеттік қызметкер ретінде не себепті жолға кедергі жасап тұрсыңдар? Жоқ, облыс әкімі келді. Кәне жақсы, жоқ, облыс әкімі біріншіден. Мына жерде қай халықтан үлкен? Облыс әкімі қай халықтан үлкен? Облыс әкімі, мен білетін облыс әкімі, халық үшін қызмет ететін мемлекеттік қызметкер, мемлекеттің функциясы жүктелген мына халыққа қызмет көрсету үшін. Неге халықтың жолын жабады ол? Енді жапса жақсы. Ол үшін арнайы құжаттар болу керек, нормативтік құқықтық актілермен реттелу керек ол. Шақырыңыз онда. Жоқ, алмаймын мен. Сендер мемлекеттік қызметкерсіңдер, қоғамдық орында тұрмын, түсіруге толығымен құқылымын. Шақырыңыз бас. Құжаттарды бәрін әкесін танысайын, көрейін, көзім жеткізейін, әрекеттерің заңды екеніне. Содан кейін барып Қазалы ауданы облыс әкімі келді, бүкіл халықты тоғыстырып, кептелісті қолдан ұйымдастырып тұр. Ал осы жердегі мемлекеттік қызметкерлер не себепті екен тек қана облыс әкімі деп көрсетеді, құжатпен дәлелдей алмай тұр. Соны күтіп тұрмыз қазір. Облыс әкімі мүмкін емес бұндай істету.